Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен пюре, күріш және подливті қалай жасалу жолын көрсететін боламын. Менің 8 жылдық келіндік тәжірибемнен алынған рецепт десем де болады. Өте керемет болып шығады, әсіресе балалар қатты жақсы көреді. Видеода көрсетілгендей сковородкамызға май құйып, етімізді турап, қызартып қуырып аламыз. Етіміз толық қуырылсын, осындай суы шығып тұрса, әлі де ет толық қуырылды деген сөз емес, тағы да қуырамыз. Етіміздің суы тарылып, қызарып қуырыла бастады. Енді пиязды ұсақтап турап, тағы да қуырамыз. Пиязымыз қуырылып болғаннан кейін үстіне 1 стакан су құйып, баяу отта 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Ал енді пюре дайындаймыз. Осылай картопымыздың сыртын ашып, ұсақтап турап аламыз. Картопты 2-ге немесе 4-ге бөліп қайнатсаңыздар да болады. Менде уақыт тығыз болғандықтан осылай ұсақтап алдым. Туралған картопымыздың үстіне су құямыз. Суымыз картоппен бірдей болсын. Енді үстіне 1 қасық тұзымызды салып, қайнатамыз. Пюреміз дайын болғанша күрішті қайнатамыз. Күрішті жақсылап жуып аламыз. Одан кейін үстіне осындай сұйық май құйып, тұз салып, араластырып, пісіріп аламыз. Сонда күріштеріміз бір-біріне жабысып шықпайды. Күрішті осылай қайта-қайта араластырып тұрамыз. Күріш піскеннен кейін осылай салқын суға 1 салып аламыз. Сонда күріштеріміз жабыспайды. Картопымыз қайнап болғаннан кейін осылай суынан бөліп аламыз.
Ешқандай да су қалдырмаймыз, барлығын толығымен төгіп аламыз. Піскен ыстық картобымызға осындай сары май саламыз да блендердің көмегімен езіп аламыз. Егер де картоптарыңыз езу барысында қоюлау болса, сүт құйып жіберсеңіздер, дәмі өте керемет болады. Тағы да араластырамыз. Осымен пюреміз дайын болды. Татымына қарай тұз қоссаңыздар болады. Пюреміз өте керемет, бір тегіс болып шықты. Ал енді подливіміз қоюлау болу үшін жарты кесе суға бір ас қасық ұн салып, жақсылап араластырамыз. Ешқандай комок қалып кетпесін, жақсылап араластырып алыңыздар. Енді пісіп жатқан етіміздің үстіне құямызды артынша араластырамыз. Пюре мен күріштің подливі қою болып шығады. Дәмі де өте керемет болады. Дәл осылай үйде жасап көріңіздер, керемет тағам. Үлкен ата-апаларға да ұнайтын тағам деп ойлаймын. Жұмсақ. Ал енді тарелкамызға осылай күрішті жинақтап саламыз. Одан кейін пюремізді салып, подливамызды бетіне құйып, ұсына береміз. Баршаңызға ұнайды деген ойдамын. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы ас болсын.